Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен балалық шақтың бал дәмі өте дәмді болып шығатын орешки печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым, тіпті мектеп балаларда жасаса болады. Ең алдымен кішкене бір қасық содамызға аздаған уксус салып, осылай дәл видеодағыдай былғап касистетіп аламыз. Және де еліктен өткізілген ұнымыздың үстіне ертілген сары майымызды құямыз. Сондай-ақ жаңағы біздің содамызбен араласқан уксусымызды саламыз. Осындай реакция жүретін болады. Және де қантымызды, сондай-ақ шым-шым тұз саламыз. Және бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ең алғашында осылай қасықпен араластырамын. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илеймін. Қамырымыз өте жұмсақ болып, бірден оңай иілетін болады. Дайын болған қамырымызды бірден таразыға салып, осылай мен секілді шамамен 5-6 граммнан бөліп салып, қолымызбен осылай құт секілді дөңгелектеу формаға келтіріп аламыз. Келесі кезекте біздің осында қызып тұрған орешницамызға жаңағы біздің бөліп дайындап қойған қамырымызды толықтай салып шығамыз. Менде осындай тоқ түрі, газға жасалатын түрі де болады. Әркімде енді әртүрлі. Және пісіп шыққан осылай орешки печеньелерімізді шешетін ыңғайыңызға қарай пышақпен немесе мен секілді қолмен де шеттерін, артық жерлерін алып тастасаңыздар болады. Мен ең басында граммдарын көбірек салғандықтан мынау шеттері кішкене қалыңырақ болып, шет-шеті өте артық болып шығып кетті. Кейіннен 5 граммнан салған кезде қатты шеті артық болмады. Сондықтан 5 граммнан салыңыздар. Арасына жаққанға осындай деп фирмасының варенкасын пайдаланамын. Әрбіріне шай қасықпен жартас қасықтан жоғары саламын. Және екі жақ бөлігіне де дәл осы видеодағыдай салып шығасыздар. Және осылай бір-біріне жабыстырып біріктіреміз. Барлығында дәл осылай салып шығамыз. Кейбір кісілер бұндай начинкасы қатты тәтті болғанын қаламайды, сондықтан да аз салуларыңызға да болады. Ол енді өз еріктеріңіз. Және мынандай үгітіндісін мен босқа қалдырмаймын. Бұны да барлығын варенкамен араластырып, муравейник қылдырып жасаймын. Осымен біздің орешка печеньеміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.